Баршаға сәлем. Бүгін ағылшын тілін нөлден бастап үйренеміз. Бізде ең бірінші сабақ алфавиттен басталады. Алфавит бізде ағылшын тілінде 26 әріп бар. Біріншісі А. Осыны жаттаған кезде A, B, C, D көбісі осылай жастайды. Ал негізінде оқылатын кезде мүлдем басқа әріптер шығады. Біріншісі А, және А әрпін білдіреді. Одан кейін Б. Мына С әрпі екі мағынаны білдіреді. С және К. Одан кейін бұл Д әрпі, Е әрпі. Е және И әрпін білдіреді. Бұл Ф, Г және Дж әрпін білдіреді. Бұл Х. Осы Ай және И әрпін. Бұл Ж, К, Л, М, Н, О және О және У. П, Q, Р, С, Т, У және А. В, У. Осыны жақсылап еске сақтап қалайықшы. W әрпі, бірақ оны У мен оқимыз. Бұл К-сы. I, И және У. Бұл З.